Жақсылықты бөліссең көбейеді дегендей, күні кеше ғана ағымдағы жылдың 31 қаңтар күні Алматы қаласындағы Республикалық ұлттық орталық музейінде ұстаз, сазгер, қаламгер Сұлтанова Салтанат Дүйсенқызының «Әкеге сағыныш» атты жас оқырмандарға арналған жинақ кітабының салтанатты тұсаукесер рәсімі болып өтті. Кітап автордың әкесі Дүйсен Сұлтанұлы Сұлтановтың рухына арналған. Бұл жинаққа автордың өлеңдері, әндері мен ноталары, әке туралы естеліктері, жұлдызды балалар атты қиял ғажайып әңгімелері және тағы да басқа көптеген шығармалары енген. Тұсаукесу рәсімінде жинаққа енген автордың патриоттық тақырыптағы өлеңдері оқылып, әндері орындалды. Ұстаз, сазгер, ақын, қоғам белсендісі Сұлтанова Салтанат Дүйсенқызының «Әкеге сағыныш» атты жаңа жинақ кітабының салтанатты тұсаукесер рәсіміне қош келдіңіздер. Бүгінгі кеш иесі Салтанат Сұлтанова балалар әдебиеті мен ән жанрында жемісті еңбек етіп жүрген шығармашылық тұлға. Оның туындылары республикалық Ақжелкен, Балдырған, Ұлан басылымдарында тұрақты жарияланып келеді. 20-дан аса әні мектеп оқушылар арасында кеңінен орындалып жүр. Ол сондай-ақ «Балауса кездер қайдасың» кітабының авторы, республикалық қазақ авторлар қоғамының мүшесі. Бүгінгі тұсауы кесілгелі тұрған «Әкеге сағыныш» кітабы отбасы институтын, әкенің бала өміріндегі орнын көркем сөз бен саз арқылы насихаттайтын бүгінгі қоғам үшін маңызды еңбек. Ендеше баршаңызды осынау тамаша кешпен шын жүректен құттықтаймын. Олай болса, бүгінгі кешке келген құрметті қонақтарға, әдебиет және руханият өкілдеріне сөз беруге рұқсат етіңіздер. Алғашқы сөз Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейі директорының музейлік менеджмент және маркетинг жөніндегі орынбасары Балаева Арайлы Бақытқызына беріледі. Ұлттық музейде біздің әдеби өнердің самғағын, өзіміздің қоғам белсендісі, ел жанашыры, ақын, аудармашы Салтанат ханымның тұсаукесеріне қош келдіңіздер. Орталық музейіміз тек қана Қазақстанда емес, жалпы Орта Азияда ең ірі, ең көлемді музейлердің бірі. Біздің музей тарихтың қойнауын сақтап келе жатқан біздің осы елімізге танымал мәдени мекеме. 300 мыңға жуық өзіміздің жәдігерлеріміз бар. Сонымен қатар музей тек қана осы құнды жәдігерлерімізді сақтап қана қоймай, қоғамымыздың барлық мүшелерімен бірлесе қызмет атқарып, еліміздің тарихымызды, мәдениетімізді дәріптеуге көптеген өзінің үлесін қосып келе жатыр. Сондықтан да бүгінгі іс-шара құрметті Салтанат ханым, сіз сияқты жаңа айтып кеткен қоғам белсендісі, ел жанашыры, өзіңіздің еңбегіңізбен таныса келе, көптеген қоғамдық жұмыстарға араласып, балаларға өз жанашырыңызды танытып жүрген тұлға ретінде бірлесіп осындай іс-шараны ұйымдастыру біздің маңызды бір қызметіміздің бөлігі ретінде танимыз. Сондықтан да музейдің ұжымы, музей әкімшілігі атынан сізге осындай біздің музейімізде ұйымдастырып жатқан тұсаукесеріңізге алғысымызды білдіре отырып, сізге творчестволық табыс тілейміз. Ары қарай да бірлесіп осындай ірі шараларды ұйымдастырамыз деген ойдамыз. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Рахмет. Келесі сөз кезегі техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстанның құрметті жолшысы Құлманов Қалижан Серікұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ жұрты, қазақ елінің бүкіл қайыр болса да қазақстандық біздің азаматтарымыз бүгінгі күн, керемет күн мына 31 қаңтар қыстың кәдімгі шілде кезінде қазақтың мықты қыздарының еңбегі жанатын кезде Салтанат қызымыздың бүгінгі тамаша кітабының тұсаукесері болып жатыр. Тұсаукесердің орнын таңдаудың өзі үлкен шеберлік деп ойлаймын. Өйткені мына басына келсеңіз, біздің орталық музейде қазақтың тарихын осыдан бірнеше ғасырға дейін
тереңдеткен біздің алтын адам тұрған жер бұл. Бұл жерде талайдың ізі жатқан, талайдың рухы, қонай баталарымыздың рухы ізі жатқан орталық музей. Осы музейде кітаптың тұсаукесері өтейін деп жатқаны үлкен шара деп ойлаймын. Ал енді қызымызға келетін болсақ, қазақтың қыздары талдырмаш болса да, бойында небір мықты қайсарлық бар екенін білесіздер. 86 жылы ана тұрған алаңда да қыздардың мықтылығын көргенбіз. Кеше қаңтарда да қыздардың бірінші алға шыққанын көрдік. Оны еркекбасымыз кейде мойындауға тура келеді. Сондай қыздың біреуі мынау Салтанаттың өзінің творчествода жүрген салалардың өзі бірнеше. Салтанат ақын, Салтанат аудармашы, Салтанаттың жазатын әңгімелері де бар. Сонымен бірге қазір соңғы жылдары бірнеше киноларда түсіп жүрген актер, белгілі актерге айналып келе жатыр. Ал енді әкеге сағыныш деген қыздың бойындағы табылатын үлкен қасиет, қыз әкесіне тартса бақытты болады деген тағы да қазақтағы тамаша теңеу бар. Сондай бақытты біз Салтанат қызымызға тілейміз. Ал енді әкең мен шешең бар кезде қалыптап жүрген қыран сияқтысың. Ал егер біреуі кетіп қалатын болса, онда бір қанатпен ұшуға тура келеді. Ал екеуі кетіп қалатын болса, онда жаяу жүргенмен тең дейді. Көрдіңіздер ме? Әке менен ананы қазақ қалай теңеу тапқан. Ендеше біз Салтанат қызымызға әкесінің артынан сол кісінің тәрбиесін, барлық қадір қасиетін кітапқа сыйғызып, жас ұрпаққа беріп жатқанына қуаныш етемін. Қазір жасыратыны жоқ, әлемде үлкен тартыс жүріп жатқан кезде біздің ұлтымыз, қазағымыз, қазақ еліміз, байтақ даламыз өзіміздің мәңгілік елге айналу үшін біз сияқты базардан қайтып келе жатқандар емес, жас ұрпақты тәрбиелеу керек. Жас ұрпақтың бойына, қанына, жүрегіне ұлтымыздың барлық қадір қасиетін сіңдіруіміз керек ағайын. Оны қалай сіңдіреміз? Оны интернетпен сіңдіре алмайсың, ұялы телефонмен сіңдіре алмайсың. Оны тек қана әнмен, өлеңмен, жүректен шыққан сөзді жүрекке құю арқылы жеткіземіз. Ендеше Салтанаттың таңдап алған жолы өте керемет. Мына жас ұрпаққа, ертеңгі біздің елімізге, жерімізге еге болатын ұрпаққа өзі сөзін жазып, әнін жазып, соны орындауға қандай керемет осыншама баламыз, қыздарымыз, бүлдіршіндеріміз келіп, апайымыздың әнін мен орындайын деп таласа жатқанына. Үлкендеріміз бата беріп тұрса, сол батаны қабылдап, артымыздан жүрген ешқандай шәкірттеріміз, балаларымыз, ұрпағымыз сол батамен көгеріп жатса, қазақтың мәңгілік ел болатыны айдан анық ағайын. Рахмет. Онда бір алғысымызды білдіреміз құрметті қонағымызға. Қымбатты көрермен, кітап рухтың баласы, ал оның тұсауын кесу сол рухқа ақ жол кіреу демекші. Ендеше баршамыз асыға күткен сәт Салтанат ханымның жаңадан, яғни жарыққа шыққан әкеге сағыныш кітабын салтанатты түрде лентасын кесуге рұқсат етіңіздер. Мінекей алдымызда тұрған жинақ кітаптың лентасын салтанатты түрде кесу үшін ортаға Арайлы Бақытқызы және де Қалижан Серікұлы шақырылады. Қалай жерде топ бастап, қалай жерде тұсауға түсірдім, бірақ кітаптың тұсауын бір сәтке зейіндеттім. Бұл да үлкен жауапты дүние сияқты. Енді мынау музейіміздің бастығы тұр, жас ұрпақты қазақшалап тәрбиелеу керек деп бекер айтып жатқан жоқ. Сондықтан сіздерге тағы да келесі үлкен кітаптардың тұсауын кескенде сұраныс болсын. Мына ленталарымыз біздің баяғы қызылға үйреніп қалған, содан асамай жүрістір. Одан кейін көңілді мен байлап қойсаңыздар көрсетейін, көрсетейін. Сен кесіп тастаған жек көрсең, бұл ашсам қалай қарайсыздар, қазақтарымыз бар ғой. Мына жерден қаттырақ байлап кесуге тұрайын.
Бәрекелді қымбаттылығымен тәнеке, құрмет қошеметтерімізді аямайық, неге өздеріңіз куә болғаныңыздай, әкеге сағыныш атты жаңа жинақ кітабы салтанатты түрде тұсауы кесілді. Шын жүректен құттықтаймыз. Осынау тамаша кітап әр үйдің төрінен орын алсын, оқырманы көп кітап болсын. Көп-көп рахмет. Рахмет сіздерге. Рахмет. Бәрекелді, расымен де тамаша сәттің куәсі болдық. Жаңа ғана жоғарыда атап өткенде Салтанат ханым көптеген балаларға арналған әндердің авторы деп. Олай болса, сол тамаша әндерді баршамыз бірге тыңдайық. Әні Салтанат Сұлтановынікі, сөзі Таңатқан Рысаевтікі. Байтақ далам әні. Орындайтын Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хор бөлімінің бірінші курс студенттері Русланова Рима, Байымбетов Алмаз және Әділбек Аружан. Қарсы алыңыздар. Мерекелік шарамызды жалғастырамыз. Енді кезекте тамаша өлең оқитын бүгінгі бүлдіршін балаларға берсек, алдарыңызда Алматы қаласы Алатау ауданы нөмірі 204 жалпы білім беретін орта мектептің 5-ші сынып оқушысы Алинур Бекмырза. Оқитын өлеңі Отан. Және де Жамбыл атындағы мектептің 6-ші сынып оқушысы Жарқын қызы Кәусар. Оқитын өлеңі Домбыра. Қабыл алыңыздар. Отан деген қасиетті еңбек, желде ескен желегінде жез киіп, қызғалдаған сарғалдаған тербеліп,
әрбір жанға болған мекен жер ұйық. Отан деген егіз ұғым анамен, мәртебелі қанмен келген санамен. Бізге өлкеде өрлесің де өйткені, табыстырар киіз үйдің балуығы. Отан сенің кіндік қаның тамған жер. Елін қорғап атуай алған талай ел. Отан сүй болашақ, сен оның әрбір жанға деп жазады елін сүйген қаламгер. Каусарды шақырамыз. Оқитын өлеңі домбыра. Мұнданады көмейінен күмбірлеп аңыз күйлер, сыр шертеді тарихтан дағай билер. Мұнданады домбырам қоңырынды, түтетпесе түтінін қараша үйлер. Өн бойына сақтаған ән мен жырды, сал серілер асырып, алты ұрды. Дамылдамай қос шек арызданып, кәрі дауыл сойылын соғып тұрды. Қаным ысып бетімді шымшылайды, батыр баба аруағы қамшылайды. Дүбірінен жақтың енді ешқашан, өріппеген жүрегім тыншымайды. Сая бір сәтте бар арны, қарт домбыра егіліп сазсарыны, күмбірлейді қытықтап құлағымды, сырға сабын ауғанша түн жарымы. Сықылықтар кей кезде өбектейін, мен өзімді балаша өбектейін. Тай қолынан ойнаған кей домбыра, жүрегімді күймене жібектейін. Келесі тыңдайтындарыңыз тыйым өлеңдер. Оқитындар Мандоки атындағы нөмірі 154-ші орта мектептің 3-ші сынып оқушысы Ислам Айтманов және актриса Меруерт Қалдыбаева. Бар өнерден үйрен, жаман сөзден жирен. Озат бала бола біл, таза көйлек киген. Анашыңды сөйлеп бе, ағаларды туып бе, үлкендерге сәлем бер, жолын кесіп өл. Көп ұйықтама мүлдем. Сәлем берген күнге. Үлкендердің қолына сол іліп жүр күнде. Оқуыңды етпе, жаманшылық етпе, доп қуам деп ұлды, бас киімді теппе. Суды осыдан осқа төкпе, асқар артық бөкпе. Кішілерге қамқор бол, білім алда көкпе. Жақсылықты жақпа, жаман сөзді бақпа. Анасыға бір түйіп, таңдайыңды қақпа. Бостан босқа күлме, бұзықтармен жүрме. Кітап оқып беріп жүр, ата жеңе күнде. Жыл шондарға қош айтты, өлеңді бос
ойыншықты шашпа. Ойыншықты шашпа. Көздің жасын, ойыншықты шашпа. Қағазды қима. Анашыңа көмектес, көздің жасын тыйда. Өтірік сөзге ерме, жаман сөзді терме. Үйді айдалып жүгіріп, босағаны кел. Жамандықты бастама, жақсылықты жастада. Мейлі қайда жүрсең де, қоқыстарды тастама. Анау жаққан көрме, түкірмегін көрме. Кісілермен жарысып, үлкен сөзін бөлме. Әрең жүрген зорға, әлсіздерді қорға. Айналаңа адал бол, досты шықпа орға. Ойнауға шық керіспе, лай суды керіспе. Табиғатты қорғап, ағаштарды кеспе. Сен баласың дара, шаштарыңды тара. Жолдан өттің абайла, бағдар шамға қара. Достарына адал бол, тәрбиелі адам бол. Әр істі де әділ бол, өз-өзіне қатал бол. Әлдейліші бүкеңді, мақтан тұтып көкеңді. Айналаңа адал бол, досты шықпа орға. Өтірік болсын сөзін, досың болсын төзін. Сабырлы болар кезде ерген досын көзін. Қиындықтан қашпа, жамандықты таста. Жамандықты таста. Достарыңа адал бол, жақсылыққа баста. Көктем өсіп өрінде, ақыл айтса жөнінде. Шыншыл болып әрқашан, алтын күндей сөнді. Рахмет. Қымбатты көрермен, ал келесі кезекті тамаша қазақтың күйлеріне берсек дейміз. Құрманғазының күйі Адай. Алдарыңызда 2024 жылы Түркия, Дубай, Өзбекстанда өткен және де көптеген халықаралық республикалық байқаулардың гран-при иегерлері Балдәурен ансамблі. Қарсы алыңыздар. тыңдайтындарыңыз Ақ желең күйі.
әлі. Келесі тыңдайтындарыңыз «Туған өлкем» әні. Орындайтын Ильяс Жансүгіров атындағы нөмірі 130-шы гимназияның 3-ші сынып оқушысы Ақтөбе Темірлан. әнге береміз «Жаңа жыл келді» әні. Орындайтын Ильяс Жансүгіров атындағы нөмірі 130-шы гимназияның 3-ші сынып оқушысы Айзере Ермұрат. Мен
Салтанат Сұлтанованың тамаша өлеңдеріне береміз. Тентек қозы және де жаман бала сипаты өлеңдері. Оқитын Алматы қаласы Алатау ауданы 204-ші жалпы білім беретін мектептің 5-ші сынып оқушысы Мадина Тұрсынбек. Жаман бала, әй балақай бере кел, қызықты мен айтайын. Жаман бала кім десен, сипатын айтып байқайын. Анаңа көмек бермейсің, шақырса әкең келмейсің. Қисық бала боласың, жақсы сөзге ермейтін. Есілдердің дала болар, барлық ісің шала болар. Атаң әжең көршілер, әр ісіңе нала болар. Еденде жоғын келмейді, допта қуғын келмейді. Сүйкімі жоқ балаға, әткен шекте бермейді. Кітап бетін ашпайсың, жамандықтан қашпайсың. Үсті басын кір-кір боп, оған да сен саспайсың. Жылантасың бөпеңді, ұялтасың көкеңді. Сабаққа да бармайсың, жыртып тастап сөмкеңді. Ойлайтының тек тамақ, ойдан кетер ынтымақ. Бұзықтық досың болса егер, олар оның үй қамақ. Қалай бала, арамызда бар ма екен ондай бала? Қымбатты көрермен, келесі кезекті тағы да бір тамаша күйге береміз. Құс қайтару күйі. Орындайтын Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінің 1-ші курс студенті Мирас Битлеу. атындағы нөмірі 330-шы гимназияның 3-ші сынып оқушылары Самғау тобы қарсы алыңыздар.
мінекей қымбатты көрермен, баршамызда Салтанат Сұлтанова ханымның балаларға арналған тамаша әндері мен өлеңдеріне куә болды. Бүгінгі шарада өнер көрсеткен барша бүлдіршіндерге мыңдаған алғыс білдіреміз. Өнерлеріңіз үстем болсын. Ал қазір ортаға сөз сөйлеу үшін президенттің мәдениет жөніндегі және татарлар мен башқұрттар конгресінің орынбасары, Қазақстан Республикасы мен Татар Республикасының білім, мәдениет және денсаулық сақтау саласының еңбек сіңірген қызметкері, алтын және күміс медаль иегері, Сарман бұлбұл татар халық ансамблінің жетекшісі Ғалымжан Ирайұлы мырзаны шақырамыз. Elif ağamızın şakirtleri, İbrahim ağam, Yusuf Bayıf'ın şakirtleri, Latif ağamız Hamid'in şakirtleri. Sosu zamanda vallahi Kazakça ender ayıklanışı çünküz türbülü ortakta yazıldı. Zaman sunday oldu. Şimdi bu hazırki zaman başkası var. Ağır bir mekteplerini sahtap algan bir öğünün olur. Aktanı verdi. Желтоқсанда татысқан бір мен болдым. Болды, бәрі болды балдар. Сіздерге қазір Аллаға шүкір бәрі аман. Десек, тәуімізде бар, бәрімізде сіздерге бұлар. Ән айту керек, бәрі биде керек, бәрі білім керек, оқу керек. Енді бүгін салтанат сондай үлкен керемет мереке айналайын. Құтты болсын, жасым ұзақ болсын, менің жасым озып, жабыл атамыздың жасына жетіп, кішкентай мына сыйлық сарым. Şaşırttı da, arma жетіп Bana can ayıttım bay, bunda Latif ağamız Hamid'i bilesiz koy. Sonun әндерін өскенбіз бәріміз. İbrahim ağamыз Nusuf Bayır. Сол ağalarının туға болмай балдар. Үй арасында менде бар, менде туға болмай. Бір талай жігіттен апалған бір өндірі мен болым. Сізге кішкентай ғана сыйлық. Мынау. Енді жаңа мына Салтанат Астана туралы қыздар айтты ғой. Қыздар, неге шашу кішкентай? Сізге сыйлық. Қыздар да шашу. Кел. Бәріне тағат. Бәріңізге бәріне рахмет. Маласыз. Мен қол шауып қой. Енді кішкентай ғана мен келдім, бос келмедім, баяным жүйріп келдім. Жасым болса да, но ойым бірге бәріміз қосылып, сүйде қосыласып, қазір болып жатыр. Музыкамыз сыйлық, мерекелік керек. Қымбатты білімгенім, Жабыл жырын жырлаған Қазақстан Республикамыз.
Салтанат Сұлтанова ханымды ортаға шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті қонақтар, менің әріптестерім, достарым, замандастарым, құрметті балалар, құрметті өнерпаздар, бүгінгі мінекей кешімізге өздерінің өнерлерін алып келген жастар, балалар, мінекей осы кешімізге келіп отырғандарыңызға, баршаңызға да алғысымды айтамын. Енді бұл кітап туралы айтатын болсақ, бұл кітап тек қана бұл әке туралы емес, негізі ол кітаптың аты басқаша кітаптың аты басқаша болу керек еді. Әрине енді өкінішке орай былтыр осындай уақытта әкемді өмірден жоғалтып алғаннан кейін әкеге сағыныш деп кітаптың бірінші бөліміне менің әкемнің маған берген енді үйдің үлкені болғаннан кейін маған берген барлық әдемі тәрбиесін қарапайым кез келген адам мән бере бермейтін қарапайым тәрбиелік мәні бар маған берген тәрбиелерін мен бала тілімен әдемілеп жазып кітаптың бірінші бөліміне кіргіздім. Бірақ кітап көбінесе әдеби музыкалық кітап болды. Кітаптың ішінде менің әр жылдарда жазылған өлеңдерім, әндерім, ноталарым менің әр жылдарда мектептерде жазылған бір-екі әңгімем, мектепте бастап жақында ғана аяқтаған жұлдызды балалар деген қиял ғажайып әңгімем кірді. Және де газеттерде әртүрлі журналдарда жазылған шыққан менің сценарийлерім, мақалаларым кірді. Және де әке тақырыбында болғаннан кейін кітапты ең соңында ең жақсы әдемі әкеге байланысты мақалдарменен және де осы әкеге байланысты айтылған, әке туралы айтылған әлемдік тұлғадағы ең әдемі цитаталармен осы кітапты аяқтадым. Кітап тек қана жас өнерпаздарға да мен негізінде аннотациясына жазған тұғым, бірақ та кітап негізінде ата-аналарға да, балаларға да, мектептегі ұстаздарға да, сынып жетекшілеріне де, сынып сағаттарында пайдалануға болатын. Және де мектептің музыкалық пәннен беретін музыка пәнінің мұғалімдеріне де, музыкалық колледждерге де, студенттерге де жалпы өте сондай әмбе бар, қосымша құрал ретінде де бұл кітапты пайдалануға болады. Сондықтан да баршаңызға да осындай тәрбиелік мәні зор елімізде кітаптар шыға берсін, балаларымыздың тәрбиесіне, біліміне үлкен ат салысып, осы қоғамның бір ең пайдалы тұлғасы ретінде осы дамып жүре берейік, бір-біріміздің осындай қуанышымызда бөлісіп жүре берейік, еліміз аман болсын, тыныш болсын, балаларымыз үлкен елімізді сүйіп, азамат болсын, тәуелсіздігіміздің тірегі нығая берсін. Сондықтан да баршамызға денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Рахмет. Құрметті Салтанат ханым, осылай сізге ұлттық орталық музейінде дайындаған арнайы алғыс хатын табыстауға рұқсат етіңіз. Алғыс хат табыстау үшін ортаға арайлы уақытты шақырамыз. Бүгін міне осындай ерекше кешке қатысып, баршамыз Салтанат ханымның жан-жақты өнерлі тұлға екенін көзіміз жетіп отыр. Сондықтан тағы да орталық музей атынан сізге осындай кешті өткізгеніңізді құттықтай отырып, сізге шығармашылық табыс тілей отырып, орталық музей ұжымының атынан, әкімшілік атынан ерекше алғысымызды табыстауға рұқсат етіңіз. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Заида Махмудқызы марапатталады. Сондай осындай алғыс хатпен құрметті Қажығали Төрехан Оразұлы марапатталады.
Құрметті Ерлі Жомартқызы марапатталады. Құрметті Заида Мақтылқызы марапатталады. Құрметті Төлехан Оразұлы марапатталады. Құрметті Ахметов Шерхан мырза марапатталады. Александрова Мария марапатталады. Құрметті Сұлтанова Тоғжан ханым марапатталады. Құрметті Сұлтанов Фараби мырза. Сонымен бүгін кеште өнер көрсеткен бүлдіршіндерге арнайы алғыстарымыз бар. Құрметті Рима Русланқызы. Консерваторияның студенттері. Байқалған әннің ең алғашқы орындаушылары. Бүгін тұсаукесер. Құрметті Алмаз Болатұлы. Байқалған алғашқы орындаушылары Алмаз. Әділбек Аузжан. Байқалған алғашқы орындаушылар тарихта Бекмырза Алинұр. Жарқын қызы Каусар. Рахима Жанат. Ислам Айманов. Айрин Дүйсенәлі. Тұрсынбек Мадина. Ахмет Темірлан. Аузеген Емұрат. Абылайхан Нұртөлен.
Сәукен Мария. Осындай қызметпен Гайчару Владимир. Жарылғасын Далға. Сағынған Рахымжан. Және Хакимов Вердос. Кітаптың тұсаукесер рәсімі өз мәресіне жетті. Бүгінгі кешке қатысқан барша